Еркеназ, Еркеназ. Қазір массаж жасаймыз ба саған? Привет деші, привет. Массажға дайындалып жатырмыз. Привет. Сәлем достар, бұл Еркеназ 5 айлық. Біз массаж алып жүрміз. 8-ші күн болды. Еркеназ деген қазір массаж жасаған кезде жылайды. Қазір жатыр ғой, жай ғана. Массаж жасауға үйге келеді. Қыстың күні массажға апару деген өте қиын. Сол себепті үйге шақырдық. Ең бірінші біздің массаж алғандағы себебіміз гипертонус. Еркеназ. Еркеназ. Не болды? Не болды? Не деватсың маған? Мен бір жаққа барып. Гипертонустың белгілері денесінің қатты болуы және де қол аяқтардың жазылмауы, шақалақ кезіндегідей қалып қоюы. Бізде еще бас шалқаю болды, ол да гипертонусқа жатады. Сол себепті массаждың 2 курсын аламыз деп шештік. Екінші себебі еңбегінің үлкен болуы. Қазір Еркеназға D3 беріп жатырмыз. Апрельдің ортасына дейін бересіңдер деп жазып бердім. Түбай қазір жақсы болып қалдық. Еркеназға осылай оңды солды 5 рет айналдырып көрсетеді. Және де қолының, аяғының бүкіл нүктелерін басып шығады. Менің қызым түбай жылжып қалды. Массаж жасайтын кезде видеоға түсіруге ағадан рұқсат сұрадым. Аға рұқсатын берді. Еркеназ бір аяғымен жақсы бүгіп қозғалады да, екінші аяғымен қозғала алмайды. Ол қалыпты дейді, әлі кішкентай дейді. Кән Еркеназ, лама, Еркеназ. Қосылдағы. Осы соңғы 3 жаттығу Еркеназға қатты ұнайды. Күліп, шықылықтап, өзіне қатты ұнайды. Бүгін ұйықтатпай, тамақ бермей, массажды күттік. Сол себепті бүгін мүлдем настроениеміз жоқ. Неге екенін қайдам, осы арқасын істегенде қатты жылайды. Осымен біздің 30 минуттық массажымыз бітті. Нәтижесі болып жатыр. Массаж жасаған аға көп рахмет.